Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді және қатпарлы болып шығатын хаттама нан пісіретін боламыз. Менімен бірге жасап отырыңыздар. Ең алдымен үлкен ыдысқа суымызды құйып, оның үстіне 1,5 чай қасық тұзымызды қосып, жақсылап тұз ерігенше араластырамыз. Тұзымыз жақсылап ерігеннен кейін, оның салынған ыдысқа суымызды құйып, және де сұйық май қосып, қамырымызды илейтін боламыз. Хаттама нанды пісірген кезде оған қанша су қажет, қанша ұн қажет, қанша май қажет, соның барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Яғни описание астында тұрады, сол жерден көрсеңіздер болады барлық рецептісін. Видеода көрсетілгендей қолымыздың көмегімен қамырымызды илейміз. Иленген қамыр не қатты, не жұмсақ болмауы қажет, яғни орташа болуы қажет. Иленген қамырдың бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. 10-15 минуттан кейін қамырымызды қайтадан қайтарып илеймізді. Қайтадан бір 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар, қамырларыңыз видеодағыдай жып-жылтыр әп-әдемі болып шығады. Дайын болған қамырды осылай 3 бөлікке бөліп, және де дөңгелек формаға келтіріп шықтым әрқайсысын. Сіздер 3 немесе 4 бөлікке де бөле берсеңіздер болады. Қамырымызды 3 бөлікке бөлгеннен кейін енді әрқайсысын алып бөлек-бөлек жаятын боламыз. Енді бірінші қамырымызды жаюды бастайық. Осылай екі жағын аудара, оны жақсылап сеуіп аламыз. Содан кейін оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Жұп-жұқа қамырды жаямыз. Қамыр жайып жатқан кезде қамырларыңыз бір-біріне жабысып жатқан жағдайда ұрпақты сеуіп қойыңыздар. Хаттама нанда, яғни қамырды міндетті түрде доп-домалақ қылып келтірудің қажеті жоқ. Енді жайып шықсаңыздар болды. Міне бірінші біздің қамырымыз жайылды. Енді екінші қамырымызды жаямыз. Міне екінші қамырымызды жайып жатырмыз. Жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. 3 қамырды да осылай кезектен кезек жайып шығамыз. Енді бөлек ыдысқа сары майымызды ерітетін боламыз. Еріген сары майды әр қамырдың үстіне жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп әрқайсысына жағамыз. Қолыңыздың көмегімен немесе кисточканың көмегімен сіздерге қалай ыңғайлы, солай жайып шығасыздар. Енді видеода көрсетілгендей осылай орап шығамыз. 3 қамырды да әрқайсысын осылай жайып, жайғаннан кейін үстіне сары майын жағып, осылай ораймыз. Оралған қамырымыз осылай шығады, оның ортасынан бөліп, тағы да осылай ораймыз. Міне осылай дөңгелек формаға келтіріп, орап шығамыз. Әрқайсысын осылай орайсыздар, яғни бір қамырды жайып, жайғаннан кейін оның үстіне сары майын жағып, одан кейін қамырымызды орап, оралған қамырды 2 бөлікке бөліп, бөлінген қамырды осылай қайтадан орап, осылай кішігірім қылып жайып, қызып тұрған табада пісіріп шығамыз. 2 беті қызарғанша пісіріп шығамыз. Астына кішігірім май құямыз, қатты құюдың қажеті жоқ. Осылай әр хаттама нанды пісіріп шығамыз. Міндетті түрде табақ қызуы қажет, қызып тұрған табаға ғана пісіреміз, және де астына кішкене ғана май құямыз. Осылай әр хаттама нанды 2 бетін қызартып, қуырып шығасыздар. Егер сіздерге хаттама нанның осы рецептісі ұнап жатса, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, яғни лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан басқа көптеген рецепттер бар, және де алдағы уақытта басқа да рецепттер шығатын болады. Сол себептен менің рецепттерін көруден қалып қалмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы әдіспен қалған хаттама нандарды да барлығын осылай 2 бетін қызартып пісіріп шығамыз. Міне біздің хаттамамыз өте қатпарлы, өте жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын.